Ассалаумағалейкум. Қарапайым экономика деп аталатын бағдарламамыздың кезекті санын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы мемлекеттік кірістер департаментінің жеке тұлғаларды әкімшілендіру және жалпыға бірдей декларациялау бөлімінің бастығы Омарбек Шоқан Бақтиярұлы мырза келіп отыр. Бүгінгі сұхбаттасуымыздың тақырыбы салық жүйесіндегі өзекті мәселелер деп аталады. Шоқан Бақтиярұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңіздің қызметіңіз туралы, ерекшеліктер туралы, бұл қызметті қашаннан бері істейсіз, сол туралы біраз таныстырып өтсеңіз. Мен өзім туралы айтып кетсем, Шымкент қаласы бойынша Мұхтар Әуезов атындағы университетін экономика мамандығы бойынша тәмамдағам. Барлық студенттер секілді оқу бітіргеннен кейін практика, жастар практикасы деген бағдарлама бар. Сол бағдарлама негізінде Қаратау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында тәжірибе жинадым. Одан кейін 2021 жылдан бастап нақты салық маманы ретінде конкурс негізінде жұмысқа орналастым. Маман ретінде 2 жыл. Бүгін таңда 2024 жылдан бері бөлім басшы лауазымында қызмет атқарып келемін. Жақсы. Енді өзімнің өндірістік емес төлемдер басқармасында қызмет атқарам. Бұл басқарма туралы айтып кетсем, жергілікті бюджеттің елеулі осы үлесі өндірістік емес төлемдерден түсіп отырады. Сонымен қатар барлығы 90-нан астам төлем көздері болса, оның 40-қа жуығы осы өндірістік емес төлемдерге қарасты. Өте жақсы. Салықтың экономикада маңызы өте үлкен. Жалпы салықтың ең үлкен қызметі ме экономикада бұл фискалдық қызметі, және қазынаны толтыру. Жалпы салықтың маңызы туралы, қазіргі кездегі өзекті мәселелер салық туралы бастама ретінде бір айтып өтсеңіз. Салық дегеніміз ол негізі осы Қазақстан Республикасының Конституциясының өзіміздің ата заңымызда 35-ші бапта айтылып кеткен салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бұл әрбір азаматтың борышы, міндеті болып табылады. Тікелей айтқанда мемлекеттің дамуы, өркендеуі, өсуі, оның барлығы осы тікелей салық жүйесіне қатысты. Мәселен, мынау еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты мырзаның айтуы бойынша өткен жолдауында мемлекеттің экономикалық тұрақты дамуы ол салық жүйесінің түсінікті болжау алуға келетіндей болып орналасу осы елеулі әсер етеді. Осы бір ұғымның негізінен салық жүйесінің мемлекеттің экономикалық дамуында орасан зор әсер ететіні көруге болады. Өте жақсы, рахмет. Жалпы мынау салық айтып өттіңіз. Салықтың негізі түрлері бар. Мына жеке тікелей салық және жанама салық дегендер бар. Мына экономиканы реттеуде осы салықтың мөлшерлемелерін реттеу, салықтың түрлерін өзгерту, бұл экономиканы реттеуге көп үлес атқарады. Және мына экономиканы реттеуде көбінесе мына жанама салықтарға көп көңіл бөлінеді. Жанама салықтардың ставкасын өзгерту, алыну, жаңағы төлеу мәселелері бойынша біраз өзгерістер енгізеді. Енді бүгін осы салық төңірегінде болғаннан кейін тікелей салықтан да, жанама салықтан да біраз атап өтеміз. Қазіргі мысалы қоғамда көп толғандырып жүрген, көп айтылып жүрген жеке табыс салықтарынан шегерімдер туралы көп айтылады. Осы бойынша біраз айтып өтсеңіз. Ең алдымен мынау шегерім дегенге түсінік беріп өтсек, шегерім дегеніміз бұл салық салынатын төлем көзін азайту, яғни қысқарту болып табылады. Немесе екінші сөзбен оны мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау деп те айтып өтсек болады. Бүгінгі таңда шегерімнің осы 2025 жылдан бастап 4 түрі жаңадан енгізілді. Оны оқу үшін шегерім, ипотекалық сыйақы үшін шегерім, медициналық шегерім, сонымен қатар мынау көп балалы отбасыларға арналған шегерімді де айтып кетсек болады. Мәселен, тоқталып өтсем, көп балалы отбасылар үшін ол 4 немесе одан көп баласы бар тұлғалар 2025 жылдан бастап осы шегерімді қолдана алады. Жылдық көрсеткіші ол 282 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде.
қарапайым тілмен айтқан кезде мысалы 500 мың кіріс көзінен бұрын 10% табыс салығы ұсталынатын болса, жаңағы ай сайынғы шегерім мөлшері 90 мың теңге құрайды. Сол алынып тасталынып 410 теңгеден 41 мың теңге шегерім ұсталынады. Былай қарағанда бір айдың өзінде 9 мың теңгеге дейін шегеріммен жаңағы салық төлеушінің өзінің қалтасында қалады десек болады. Жеңілдіктер істелінеді. Яғни 4 баладан жоғары. 4 баладан жоғары, иә. Өте жақсы. Енді тағы бір мәселе қоғамда көп айтылып жүрген мынау қосылған құнға салық. Қосылған құнға салық жалпы мынау жанама салыққа жатады. Мына көрермендерге түсінікті үшін айтып өтейін. Және сонымен қатар мынау корпоративтік табыс салығы деген бар, тікелей салық. Екеуі мына бюджетке түсетін салықтық түсімдердің 50-60%-ын құрайды екен. Міне енді қазір қосымша құнға салық көп айтылып жатқан себебі қосымша құнға салықтың жалтару көп болып жатыр екен. Сол себепті одан кейін мынау бізде ұлттық қордан көбінесе экономикалық дамуға алынып қояды. Бюджетке беріліп отырады. Ал осындай жылына орта есеппен статистика бойынша 5 триллиондай ұлттық қордан жылда алынып отырады екен. Ал 5 триллиондай жылына ұлттық қордан алынып отырса, 2035 жылдарға қарай ұлттық қор қалмайды екен. Сондықтан мынау бюджетті толтыру үшін, бюджеттің жыртығын толтыру үшін мынау мәжбүрлі түрде қосымша құнға салықтан жаңа өзгерістер енгізіп жатыр. Яғни оны осы уақытқа дейін оны ары қарата түсіндірерсіз. Жалпы қосымша құнға салық 16-20-ның ішінде жаңағы қазір тоқтағаны 16% төңірегінде алынады деп жатыр. Осы бойынша біраз айтып түсіндіріп өтсеңіз. Иә, қазір таңда бірқатар өзгерістер қаралып жатыр. Ол қосылған құн салығының мөлшерлемесін 12%-дан 16%-ға дейін көтеру, сонымен қатар жылдық сомасы, табыс сомасы 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда қосылған құн салығы тіркелу қажет. Соны 2800 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 15 миллион теңгеге дейін төмендету қаралып отыр. Бірақ бұл бүгінгі таңда әлі тек қана ұсыныс, бұл әлі енгізілген жоқ. Мәжіліс тарапынан қаралады. Енгізілген жағдайда міндетті түрде арнайы интернет ресурстарда комитеттің сайтында жарияланатын болады. Ал мынау қосылған құн салығының қазіргі қолданыстағы заңдылықтағы мөлшерлемесі бүгінгі таңда 12% құрап отыр. Ал жылдық табыс сомасы 20 мың айлық есептік көрсеткішке жеткізілген жағдайда ол міндетті түрде қосылған құн салығына тіркелу қажет. Яғни салық төлеуші өзі осы шектен асқан жағдайда 10 күннің ішінде, жұмыс күннің ішінде салықтық өтініш беру қажет. Егер де уақытылы бермеген жағдайда салық органы тарапынан әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 269 бабына сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Одан бөлек қосылған құн салығына асып кеткен сомаға 15% мөлшерлемеде айыппұл салынады. Осындай шаралар қолданылып жатыр. Енді және түсінікті болу үшін қосылған құн салығы негізі көбінесе жалтару көп болады деген. Порог 78 миллион айналымы кез келген жаңағы заңды тұлға айналымы, өндірістік айналымы 78 миллионға жетсе, онда тіркеліп қосымша қосылған құнға салық төлеуге отыру керек. Қазір оны порогын түсірді 15 миллион. Яғни оның себебі деді жаңағы түсіндіріп жатқанда көбісі жалтарғанда жаңағы айналымын азайту үшін ірі кәсіпорындар жаңағы ИП-ға, ТО-ға бөліп кетеді. Ал негізі экономикада кәсіпорындар жаңағыдай бөліну үшін, ИП-ға, ТО-ға бөліну үшін, онда егер де өндірісті басқарамай жатса, экономиканы дұрыс жүргізе алмай жатса ғана бөлінуге болады екен. Ал бұл жерде ондай емес. Бұл жерде салықтан жалтарудың себебі деп жатыр. Енді тағы бір рахмет тұжырымды жауабыңызға. Елімізде көп айтып жүрген тағы бір мәселе, мына коммерциялық нысандардың бағалау құнының төмендігі. Осы бойынша не шаралар атқарылып жатыр? Бүгінгі таңда қала аумағында 13.500-ден астам коммерциялық нысандар тіркелген. Коммерциялық нысан дегеніміз қазір қарапайым тілде дүкендер, сауда нысандары, сауда орталықтары коммерциялық нысанға жатады. Меншігінде осы объектілер тіркелген салық төлеушілер жыл сайын салық органдарына 700-ші салық есептілігін ұсынып отыру қажет 31 наурызға дейін. Салық органының негізгі міндеті ол 18-ші бапта айтылып кеткен, ол
қосымша кіріс көздерін қарастыру, салықтардың уақытылы және толық түсуін қамтамасыз ету. Сол себепті осы салық төлеушілердің ұсынған салық есептіліктеріне талдау жұмыстарын жүргізіп отырамыз тұрақты түрде. Оны уәкілетті органдардың мәліметтерімен салыстырамыз. Одан бөлек мынау үшінші дерек көздері олармен салыстырамыз. Кейбір салық төлеушілер өзінің бағалау құнын төмендетіп салықтан жалтару мақсатында, мысалы сату кезінде нарықтық құны 100 миллион теңге құрайтын объектілерді 10 миллион теңгеге бағалап, салығын тек сол 10 миллион теңгеден ғана төлеп отыратындар бар. Осындай күмән тудыратын бағалау құны анықталған кезде біз салық орган тарапынан хабарлама қалыптастырылатын болады. Және де салық төлеушіге 30 жұмыс күніндей уақыт беріледі. Бұл 30 жұмыс күнінде салық төлеуші түсініктеме немесе дәлелді құжаттарын ұсынуы қажет. Енді бұл жұмыс қазір таңда өз нәтижесін беріп жатыр. 2022 жылдан бастап бұл тәжірибе енгізілген болатын. Қазіргі күнде түскен салық сомасы 1,5 миллиард соманы құрайды. Бұл жұмыстарды қазір әрі қарай жалғастырып отыратын боламыз. Өте жақсы. Ал енді мынау тағы да тікелей салықтарға көшсек, көпті толғандыратын салықтардың бірі мына күніге төлеп отқан мерзімді төлеп отқан көрермендерге қызық болсын, мына мүлік салығы мен көлік салығы туралы. Қазір мүлік салығы туралы не айтасыз? Көлемі жағы бойынша. Қазір таңда мүлік салығынан қала аумағында 240 мыңнан астам тұрғын үй тіркелген. Оның ішінде саяжай кіреді, мысалы гараж, тұрғын үйлер кәдімгі. Негізгі бір мәселе салық осы мүлік салығынан өсіп жатыр деп көбісін толғандырып отыр. Негізгі себебі ол 2018 жылы білесіз, Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қала статусына ие болды. Сол себепті бір шаршы метрі объектінің базалық құны 36 мың теңгеден 60 мың теңгеге дейін көтерілген болатын. Сол себепті мүлік салығы шамалы қымбаттады. Одан бөлек салық органдары мүлікті тікелей бағалау құны негізінде есептейді. Мен сізге жаңада айтып өттім, коммерциялық нысанның бағалау құны екеуі де мүлік салығы, бірақ біреуі коммерциялық, біреуі тұрғын үйдікі. Айырмашылығы коммерциялық нысанның бағалау құнын ол тәуелсіз бағалаушылар жасайды, ал тұрғын үйлердің бағалау құнын оны бізге уәкілетті орын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы дайындап береді. Жыл сайын 1 қаңтардағы жағдай бойынша бізге мәлімет ұсынып отырады. Сол азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметі бағалау құны негізінде салық кодексінің 631 бабындағы мөлшерлемелерді қолдана отырып мүлік салығын есептейміз. Енді мүлік салығының жыл сайын өсіміне негізгі әсер ол азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының есептеу тәсілінде бағалау құнына. Оған тікелей әсер ететін факторлар ол объектінің қолдану мерзімі, объектінің салынған жылы, қандай материалдардан салынды, тозу коэффициенті, соның бәрі және де айлық есептік көрсеткіш жыл сайын өсіп жатыр. Соның бәрі қолдана отырып осы бағалау құнын шығарады. Одан бөлек мүлік салығына енді жеңілдік берілген тұлғаларымыз да бар. Оның ішінде мысалы мүгедектігі бар тұлғалар категориясына бөлінбейді, қарамайды. Ұлы Отан соғыс ардагерлері 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде босатылады бағалау құнынан. Одан бөлек отан орденімен, даңқ орденімен, алтын алқа, көпбалалы аналарда 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мүлік салығының жеңілдіктері қарастырылған. Енді ол мүлік салығынан толық босатылады деген сөз емес, ол тікелей бағалау құнына байланысты. Мәселен, 10 миллион теңге тұратын үй болса, 10 миллион теңгеге өз орта есеппен 12 мың теңге салық шығады жылына. Осы 10 миллион теңгенің жаңағы 1000 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз ол 4 миллиондай соманы құрайды. Салық 10 миллионнан емес, тиісінше 4 миллион теңге алынып тасталынып, 6 миллион теңгеден есептелінеді. Осыны ескере кеткен жөн. Өте жақсы нәрселер, халық үшін істелініп отқан. Тағы бір көпшілікті толғандыратын нәрсе бұл көлік салығы. Көлік салығы бойынша қалай айтасыз қазір? Көлік салығы қазір мерзімі келіп жатыр. Енді бір айдан аз уақыт қалды десек те болады. 1 сәуір меншік құқығында көлік құралы тіркелген тұлғалардың барлығы осы 1 сәуірге дейін көлік салығын төлеуі қажет. 2024 жылға дейін осы жақын арада біз мәлімет алдық уәкілетті органдардан. Толық көлік салықтары есептелінді. Сомасы қазір 6,8 миллиард теңге құрап отыр 2024 жылға.
10 наурызға дейін қазіргі мынау салық төлеушінің бет есебіне отырғызылып, Каспий, Есалық Азамат, одан бөлек мынау Халық банк мобильді қосымшалары арқылы пуш хабарламалар жолданатын болады. Осы хабарламалар енді өзіңіз де білесіз, Каспий бағдарламасын қазір 2-ның 1 қолданады. Осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, көлік салығын уақытылы төлеуге шақырамыз. Срок 1 апрельге дейін, 1 сәуірге дейін. Енді осы мүлік салығы мен көлік салығын дұрыс төлемегендер, немесе осы салықтардан жалтарғандар туралы соларға қарсы қандай шаралар қолданасыздар? Осы туралы айтып өтсеңіз кеңінен. Иә, былтырғы жылы көлік мүлік салықтарына есептелген сомадан қазіргі таңда 1,5 миллиард теңге салық берешегі бар, төлемеген тұлғалардан қалыптасқан. Жаңа айтып өттім, әрбір салықтың өзінің төлем мерзімі болады. Көлік салығынікі 1 сәуірге дейін, мүлік салығынікі 1 қазан айына дейін. Ол осы күннен өткен күннен кейін, бір күннен бастап 1,25% есебінде өсімпұл қалыптасады. Одан бөлек бұл тұлғаларға салықтық хабарлама қалыптасады. Салық органдары тарапынан хабарламаны орындауға 30 жұмыс күні уақыт беріледі. Хабарлама тиісінше орындалмаған жағдайда ары қарай автоматты түрде салық бұйрықтары қалыптастырылып, сот орындаушыларына жөнелтілетін болады. Енді сот орындаушыларына жөнелтілген соң, білесіз, ары қарай салық төлеушілердің банктік есепшоттары бұғатталады. Сонымен қатар қарыз мөлшері 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асқан жағдайда шетелге шығуға тыйым салынады. Және де бұл салықты төлеп қана қоймай, салықтан бөлек тағы 25% сот орындаушының өзінің қызметі бар алатын. Осындай пеня штрафтар осындай келеңсіз жағдайларға алып келеді. Өте жақсы. Түсінікті. Рахмет. Енді тағы да біздің қоғамымызды толғандырып жүрген тағы бір нәрсе, жалпыға бірдей декларациялау. Осы бойынша біраз кеңінен айтып өтсеңіз, халыққа түсінікті болу үшін көрермендерге. Жалпыға бірдей декларациялау енгізудің негізгі мақсаты ол көлеңкелі экономикамен күрес, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында енгізілген болатын. Бұл жалпыға бірдей декларациялау біздің ғана елде емес, Америка құрама штаттарында да енгізілген. Не уақыт бері істеп келе жатыр екен? Бұл факторды алу мақсатында біз 2021 жылдан бастап 1 санатта енгізілді. Декларацияның 1 санат кезеңінде мемлекеттік қызметкерлер және оның жұбайлары өзіміз сияқты. 2 санаттарында 2023 жылдан бастап квази мемлекеттік сектор субъектілері, оған жаңағы оқытушылар, ұстаздар, медицина өкілдері тапсырған болатын. 2024 жылдан бастап жеке кәсіпкерлер және заң тұлғаның басшылары ұсынып отырды. Және 25 жылдан бастап халықтың қалған бөлігі, яғни 8 миллионнан астам жаңа кәмелет жасына толған азаматтардың барлығы осы декларацияға енуі тиіс болатын. Алайда президентіміздің өткен жылғы жолдауында осы 4 кезеңді қайта қарауды тапсырған болатын. Осыған орай қаржы министрлігі тарапынан бірқатар ұсыныстар қаралып, қазіргі таңда қарау үстінде. Ол ұсыныстарға тоқталып өтсем, негізінен жаңа айтып өттім, 4 санат кезеңінде 4 санатта кәмелет жасына толған 8 миллионға жуық адам тапсыру тиіс болатын деп. Қазіргі таңда тек қана жеке практикамен айналысатын тұлғалар ғана осы ұсыныс негізінде. Сонымен қатар банктерде, ірі компанияларда қатысушы болғысы келетін тұлғалар ғана міндетті түрде тапсыру тиіс. Сонымен қатар 250 декларацияны шетелде мүлкі, көлік құралдары 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын жаңа қарыз сомасы болса банктік депозитте, одан бөлек инвестициялық алтын дейміз, осындай құнды заттары бар тұлғалардың барлығы міндетті түрде 250 декларацияны ұсынуға тиіс болады. Одан бөлек декларацияны 250 бірінші кіріс декларация деп атаймыз бұны. 250 декларацияны ұсынғаннан кейін бұл тұлғаларға жыл сайын 270 декларацияны ұсыну міндеттемесі туындап отырады. Бұл жаңадан енгізілген ұсыныста, қаралып жатқан ұсыныста енді халықтың жаңа қалған санатын алып тастап дедік қой. Бұл ұсыныста тек қана осы жеке практикамен айналысатын адамдар, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлер,
міндетті түрде 270 жыл сайын тапсырып отыру керек. Жылына 20 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үлкен бір мүлік сатып алған тұлғалар, жаңағы банктерде, ірі компанияларда қатысушы болғысы келетін тұлғалар міндетті түрде осы декларацияны тапсырып отыру қажет. Декларацияны бүгінгі таңда ұсыну мерзімі 15 қыркүйекке дейін. Бұл декларацияны ұсынуға да қазір енді мемлекеттік кірістер комитеті тарапынан барлық жағдайлар жасалған. Оны өзіміздің қолданып жүрген мынау Каспий, Исалық азамат, сонымен қатар мынау Халық банкі, екінші деңгейлі банктердің қосымшаларында осы декларацияны ұсынуға болады. Мерзімде ұсынылмаған жағдайда салық органдары тарапынан шараларда қарастырылған. Мәселен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 272 бабына сәйкес мерзімде ұсынылмаған тұлғаларға бірінші ретте ескерту, бір жыл ішінде қайталанған жағдайда 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ой, рахмет, жақсы түсіндірдіңіз. Енді мынау тағы да статистикасына тоқтала кетсек, жалпы Қазақстанның 20 миллион халқының 13 миллионы осы жалпыға бірдей декларациялаудан өту керек еді. Яғни 250-270 формалар 250-ден басталады, дұрыс па? Иә. Енді осы алдыңғы 2 жылдың ішінде 5,5 миллиондай толтыру өткізді. Енді 8 миллионды әдемі айтып өттіңіз. Яғни бұларға жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Енді алдыңғы жауаптарда айтып өттіңіз, мына мобильдік қосымша. Негізі мобильдік қосымшаны көбінесе мына банкте бір-бірімен бәсекелестікке озу үшін мобильдік қосымшаны көбірек пайдаланады. Көп түрін енгізуге тырысады. Енді салық мұның қызметінде де мобильдік қосымша бар екен. Әсіресе мына салық азамат, салық бизнес деген қосымшалар бар. Осы туралы көрермендерге кеңірек түсіндіріп өтсеңіз. Иә, жаңа салық төлеген кезде, салық есептіліктерін ұсынатын кезде осы бағдарламаларды айтып өткен болатын қосымшаларды. Біріншіден мынау салық азамат қосымшасы бұл мынау жеке тұлғалардың жаңағы көмекшісі ретінде деп те айтып кетуге болады. Себебі бұл салық азамат қосымшасы арқылы 250-ші, 270-ші нысандарды ұсынуға болады, салық есептіліктерін. Одан бөлек салық төлеуге болады, көлік салығын есептеуге болады. Мысалы, кейбір салық төлеушілер қателесіп басқа салық органдарына төлеп жатады салықты. Оны қайтып кері қайтару керек, немесе тиісті органға жөнелтілу керек. Осындай проблемалардың барлығын осы салық азамат мобильдік қосымшасы арқылы еш жаққа бармай шешуге болады. Одан бөлек тағы бізде салық бизнес мобильдік қосымшасы бар. Салық бизнес мобильдік қосымшасына жеке кәсіпкерлік болып тіркелуге, немесе оны тоқтатуға, сонымен қатар чек беруге, оны қалыптастыру немесе жөнелтуге, жаңағы арнаулы салық режимдерін ауыстыруға, осындай мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Сол үшін бұл бағдарламалар қазір таңда кеңінен қолданылып жатыр. Рахмет жауабыңызға. Енді келесі сұрақ сізге мына қойсам. Қазір мынау мобильдік аударымдар бар. Көбінесе салықтан неден жалтару үшін көбінесе мынау сатушылар қолма-қол ақша мобильдік аударымдардан гөрі мына сатып алушыларды мәжбүрлейді. Яғни қолма-қол ақшамен сауда-саттық жасайды. Осы бойынша кеңінен түсіндіріп өтсеңіз. Мобильді аударымдардың енгізудің негізгі мақсаты ол кәсіпкерлікті көлеңкеден шығару, сонымен қатар кәсіпкерлікке тіркелмей жұмыс істеп жүрген азаматтарымыз бар, оларды анықтау болып табылады. Енді осы Қазақстан Республикасы аумағында жүргізілген кез келген төлемдер, мысалы көрсетілген қызметтер, тауар сатып алу болсын, олардың барлығы міндетті түрде чек беру арқылы, бақылау касса машинасы арқылы жүргізілуі қажет. Алайда кейбір тұлғалар мүлдем бақылау кассасын қолданбайды, пост терминалдарды қолданбайды, жаңағыдай мобильді аударымдарды қолданып жүргізеді. Ал мобильді аударымдарды қолданған соң бұл жаңағы ертеңгі ұсынатын салықтық есептілігінде айналым сомасына көрсетпейді оны. Бұл жасырын табыс деп те айтсақ болады. Сонымен қатар тағы бір айтатыным, мобильді аударымдарды қазір негізгі бірақ қана критериймен қаралып жатыр. Ол ай сайын 100 әртүрлі адамнан 3 ай қатарынан мобильді аударым қабылдау.
Одан бөлек мысалы туған туысқандардан, мысалы өзіңіздің ағаларыңыздан алған мобильді аударымдар тексеруге жатпайды. Онда қабылдауға ешқандай шектеу жоқ. Тек жаңағы бір ғана критерий, ол 100 әртүрлі адамнан ай сайын 3 ай қатарынан мобильдік аударымдар қабылдау. Одан бөлек енді қазір айтып жатыр, 3 ең төменгі жалақы мөлшерінен асу қажет 255 мың. Одан кейін тағы да бір ұсыныс енгізілді, ол 12 ең төменгі жалақы мөлшерінен асу деген. Бұлардың барлығы бүгінгі таңда әлі ұсыныс, бұл әлі толық енгізілген жоқ. Тек қана қазіргі таңда қаралып жатқан мәселе ол бірақ қана критерий, ай сайын 100 әртүрлі адамнан 3 ай қатарынан мобильдік аударымдар қабылдау. Бәрекелді, рахмет. Әдемі түсіндірдіңіз. Енді мынау кәсіпкерлер туралы айтып кеттіңіз. Тіркелмеген кәсіпкерлер қызмет етіп жатыр. Ол тіркелу жағдайы қалай болады? Тіркелуде қандай ерекшеліктер бар? Осы бойынша кеңінен тағы бір айтып өтсеңіз. Қазір Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінде де көрсетілген, Қазақстан Республикасында кез келген кәмелет жасына толған азамат кәсіпкерлікпен айналыса алады, кәсіпкерлікке тіркеле алады. Оларға ешқандай шектеу жоқ. Ал міндетті түрде тіркелуге ол егерде жаңағы тұлға өзіне жалдамалы жұмысшылар жалдаса, сонымен қатар жылдық табысы осындай кәсіпкерліктен 12 ең төменгі жалақы мөлшерінен асып кеткен жағдайда, ол енді 85 мың болса, қазір 1 миллион 20 мың теңгеден асып кеткен жағдайда міндетті түрде кәсіпкерлікке тіркеліп жұмыс істеу қажет. Енді кәсіпкерлікке тіркелуде қазіргі таңда ешқандай қиындық жоқ. Салық органдарына барудың, департаментке келудің ондай ешқандай қажеттілігі жоқ. Қазіргі таңда мынау Каспий мобильді қосымшасы, Халық банк, сонымен қатар жаңа өзіңізге де айтып кеттім, e-салық бизнес мобильді қосымшасы арқылы кәсіпкерлікке тіркелуге болады. Ой, рахмет. Енді тағы да бір тоқталатын нәрсе, мынау салық кодексі қабылданып жатыр, жасалынып жатыр. Құдай қаласа осы келесі жылдан бастап күшіне енеді деп жатыр. Осы салық кодексі туралы өркениеттілікке жақын істелініп жатыр ма? Мемлекеттің экономикасын көтеруге қандай маңызы бар? Осы бойынша кеңінен тағы бір айтып өтсеңіз. Енді жаңа да баяндап өттім. Ол салықты төлеу әрбір азаматтың борышы әрі міндеті болып табылады. Ол өзіміздің ата заңымыз, Қазақстан Республикасының конституциясында да баяндалған, мемлекеттің тікелей өркендеуіне, өсуіне, өнуіне, дамуына осы салық жүйесі әсер етіп отырады тікелей. Президентіміздің жолдауында да айтылған, салықтың жаңағы еліміздің экономикалық тұрақты дамуы ол тікелей салықтың түсінікті және де болжай алатындай болып қалыптасуы деп өзіміздің президентіміз айтып кеткен. Бұл ұғымнан салық жүйесінің мемлекеттің дамуында алып жатқан рөлі орасан зор екенін айтып көруге болады. Ой, рахмет. Енді мынау сұхбатымызды қорытындылай келе, сіз сұхбатты мынау Шымкент университеті қабырғасында беріп отырсыз. Келгеніңізге үлкен рахмет. Енді өзіңізден кейін мына ұрпақтар біз тәрбиелеп жатырмыз. Осы сіздің салаңыз бойынша біз қаржы мамандарын дайындап жатырмыз. Экономика, есеп аудит мамандықтарындағы білім алушыларға қандай жақсы тілектер айтар едіңіз? Енді мен өзім де осы университет қабырғасында экономика мамандығы бойынша тәмамдағам, жаңа айтып кеттім. Тек қана оқып алдыға ұмтылу керек. Қазіргі заманда цифровизация заманы дейді, дамыған заман. Осы заманда тек қана біліммен ғана шыңдалып, өзіне мақсат қойса, әрбір адам өзінің мақсатына жете алады деп ойлаймын. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет. Бізге келгеніңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, осымен қарапайым экономика деп аталатын бағдарламамыздың соңына жетті. Көріскенше сау болыңыздар. Рахмет сізге де.